Ердоғанның гений, өте ақылдылығы, ол қулығы, ол сонда. Ердоған неге Екремнен қорқады, неге қаймығады? Екрем Имамоғлы түріктің саяси сахнасына үлкен дүмпу алып келді. Екремнің жалпы сол партиямен байланыста болуы мүмкін ба? Ұялмай қазір елдің бас оппозициясына қазір ауыз салды. Екремді қолдаған акцияға мына Анкара қаласының мері Мансур Яваш келіп қосылды. Ердоған өзінің күшінің шыңына жетіп тұр қазір. Діншілдер мен діншілдерге демократия керек емес пе? Ататүріктің партиясын мақтауға болмайды. Ататүріктің партиясының ішінде талай былықтар бар. Ердоған Екремді тұтқындау арқылы қателік жіберген жоқ па? Өзіне ор қазып алған жоқ па? Ердоған әккі саясаткер, бәріне дайын. Халықтың жаппай наразылығы қандай да бір нәтиже бере ме? Менің ойымша қиын болады, өте қиын болады. Наразылар Ердоғанды қандай жағдайда тығырыққа тіреуі мүмкін? Патша не айтты, елбасы не айтты, сонымен жүреміз. Өйткені елбасымыз не? Дінді қолдап тұр, ұлтымызды қолдап тұр, ұлтшылдықты қолдап тұр. Неге қазір Ердоған биліктен кете салмайды? Өлгенше отырады, одан кейін өз ұлын Белялды қойып кетуі мүмкін. Еліміздің кейбір азаматтарының осы Ердоғанның қолдауының астарында не жатыр? Ердоғанға дауыс бермесеңдер жұмаққа кірмейсіңдер дегенге дейін бар. Діншілдікті саясаттың араласуға ешқашан болмайтынын Ердоған кейсі көрсетіп отыр. Амансыздар ма, құрметті көрермендер? Ордалаев каналы Түркияда қалыптасқан саяси оқиғаларға байланысты өз сұхбатын ұсынады. Бүгінгі біздің қонағымыз халықаралық сарапшы Жанат Момынқұлов. Жеке сұхбатқа қош келдіңіз. Қош көрдік. Құрметті Ордалаев каналының көрермендері, егер сіздерге біздің сұхбатымыз ұнаса, каналға жазылып қоңырау түймесін басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Жеке Стамбул қаласының мері Екрем Имамоғлының ұсталуына байланысты Түркияда жаппай наразылық акциясы жүріп жатыр. Жалпы Екрем Имамоғлу деген кім және ол үшін халық неге наразылыққа шықты? Екрем Имамоғлу дегеніміз Түркияның жас саясаткерлерінің бірі. ЖХП Республикалық халық партиясының өкілі. 2019 жылғы сайлаудан кейін Стамбулдың мері, яғни сен тұр мен атайын деп тұрған жас, жігерлі, харизмасы бар, болашағы бар мықты саясаткерлердің бірегейі. Оның артында тек қана ЖХП, яғни Республикалық халық партиясы ғана емес, сонымен қатар өзін демократ санайтын, либерал санайтын, Түркияның азаматы санайтын әртүрлі саяси, қоғамдық, діни топтардың өкілдері осы Екрем Имамоғлуны қолдап тұр. Бұл жөнінде сарапшылар, түріктің сарапшылары әртүрлі көзқараста. Неге дәл қазір бұны ұстады? Мысалы, дипломын сылтау қылып, 90 жылдары алған дипломында заңсыздықтар болған деген бір айыптаулар тағылды. Негізі Ердоғанның өзінің диплом мәселесі бар. Оның дипломы бар ма, жоқ па деген мәселе Түркияда пікірталас болған. Неге дәл қазір осыны алып шықты деген сұрақ? Өйткені менің ойымша Ердоған алдағы кезеңде сәуір айында Трамппен кездеседі. Одан кейін жалпы таяу шығыста болып жатқан оқиғалар, әлемдік тәртіп өзгеріп жатыр. Осы қысымның әсерімен менің ойымша Түркия Ердоған 2028 жылғы сайлауға дайындықты осымен бастап кетті. Өйткені 2023 жылғы сайлау болды, 24 сайлаулар болды, жалпы сайлаулар және жергілікті сайлаулар. Ол жерде мына билік партиясы көптеген позициясынан айырылып қалды. Әлсірегенінің айқын бір көрінісі болды. Менің ойымша Түркиядағы экономикалық жағдайының қиындауы, инфляция, кедейліктің өсуі, жұмыссыздықтың артуы, жастардың наразылығы, сонымен қатар мына пенсионерлер, зейнеткерлердің Түркияның экономикалық жағдайы бұрынғыдай емес, өкінішке орай. Ресми түрде 3%-ға өскенмен экономика, бірақ көптеген рейтингтерден Түркия кері кетті. Демократиялық индекс бойынша, сөз бостандығы бойынша, журналистерді ұстау бойынша, өкінішке орай Түркия әскери жағынан мықты болғанымен, бірақ азаматтық дамуда, демократияда біраз кері кеткені анық, және де Трамптың келуімен бірге әлемде авторитарлық режимдер өзінің күшіне еніп, енді мына Түркия қазір осы әлемдік саясаттағы демократияны ұстап тұрған халықтың жігерімен, шешімділігіменен ұстап тұрған жүйелердің бірі ғана. Егер Түркияда демократия кері кететін болса, бұл әлемдік сахнада да үлкен бір оқиғаның көрсеткіші. Ол түркі әлемі ретінде бізге де белгілі бір әсерлері болуы мүмкін, немесе сол өзінің аймағына
Еуропаға белгілі әсерлері болуы мүмкін. Енді Экрем Имамоғлына келсек, ол өзінің артынан көптеген халықты ерте алатын тұлға. Оны жаңағы соңғы сайлаулар 2019 жылы сайлау мэр болып, одан кейінгі сайлауды да жеңіп шықты. Яғни билік бұлардан қорқып қалды. Бұның харизмасы, бұның халықты ерте алуы, бұның шешендігі және жасы, бұлардың барлығы мына қазіргі түріктердің жастарын көшеге алып шықты. Менің ойымша Ердоған билік осы жастарды көп елеген жоқ, олардың наразылық деңгейін өлшей алған жоқ. Осыншалықты қарсы шығатынын менің ойымша білген жоқ деп ойлаймын. Бірақ биліктің де өз есебі бар. Неге дәл қазір? Неге Наурыздың қарсаңында 19 наурыз күні басталды? Жаңа тек қана диплом ғана емес, сонымен қатар заңсыздықтар, коррупция, одан кейін мына күрдтер партиясымен бір байланысы бар, оларды жұмысқа алған деген сияқты бір айыптаулар тағылды. Менің ойымша, қысқаша айтқан кезде бұл саяси жағынан негізделген айыптаулар, яғни саяси бағыты және сипаты басым. Өйткені кешеге дейін ұстамай келіп, дәл осы наурыздың қарсаңында және де 23 наурыз күні, яғни ертең, осы Республикалық халық партиясы, Ататүріктің құрып кеткен үлкен партиясының съезі болу керек болған, құрылтайы. Сол құрылтайдың алдында соны кейінге шегеру, қазір 6 сәуірге шегерді деп жатыр. Менің ойымша бұлар сол Экремоғлы тоқтату үшін оның орнына қаюм атамақ дейді түркше, яғни басқа бір кандидатты ұсынбақ, өздеріне ыңғайлы. Өйткені Стамбулды ұстап тұру деген сөз, ол үлкен біріншіден билікке деген сын қатер, екіншіден үлкен бір ол ықпал тетігі болып табылады. Соңғы ақпарат бойынша Экрем мен оның жақтастары, яғни 105 жақтасы әріптесі қамауға алынғаны айтылды. Жалпы олар жаңа өзіңіз айтқандай күрд жұмысшылар партиясымен астыртын байланыс орнатты деп сондай бір айып тағылып жатыр. Бұл қаншалықты ауыр айып па? Жалпы Экремнің жалпы сол партиямен байланыста болуы мүмкін ба? Енді ол біріншіден мен айтып өткендей саяси жағынан мотиві бар, астары бар бір айыптау. Неге десеңіз, жақында осы ақпан айында, наурыз айында Түркияның билігі мына күрдтер жұмысшылар партиясының лидері Öcalanмен бірге келіссөз жасады. Яғни сен Түркияның территориясындағы өзіңнің террористік, радикалдық әрекеттерін тоқтатасың. Біз сендерге, күрдтер партиясы бар ғой, ХДП деген партия бар, демократиялық партия дейді. Сол арқылы мәжіліске бәлкім орын береміз, саяси алаңнан саған бір орын береміз деп үлкен бір келісімге бара жатқан. Яғни үкіметтің өзі кеше ғана террорист деп атаған күрдтермен 40 жыл бойы арпалысқан және 10 мыңдаған адамды өлтірген террористік ұйыммен қазір келісімге келіп отыр. Ал Экрем Имамоғлы, ЖХП, республикалық партия, олар кейбір күрдтердің жаңағы демократиялық күрдтер партиясының кейбір адамдарымен мәмілеге келіп, оларды бәлкім жұмысқа алу, бірге жұмыс жасау сияқты бір әрекеттер болуы мүмкін. Міне осыны олар айып ретінде ұсынып, қазір террористсіңдер дегенге келтіріп тұр. Өкінішке орай біз айтуымыз керек, 2017 жылғы бастамалардан кейін конституцияға үлкен өзгерістер енгізілді Түркияда. Түркия оған дейін парламенттік республика болған. Өкінішке орай Түркия орталық азиялық авторитарлық саяси жүйелерге қатты ұқсап, барлығын президент басқаратын, тіпті атқарушы билікті, тіпті заң билігіне де ықпал жүргізе алатын үлкен өзгерістерге, терең өзгерістерге барды. Қазір Түркия біз ойлағандай осыдан 7-8 жыл бұрынғы Түркия емес. Оған дейін Түркия бізге 90 жылдары келген кезде біз оны демократиялық, батысқа жақын мемлекет ретінде таныған болатынбыз. Ал қазір Түркияның бір жағынан сыртқы саясаттағы әлемдегі стратегиялық автономдығын арттыру үшін, екінші жағынан Түркия мына Ресей сияқты, Қытай немесе айталық басқа да авторитарлы мемлекеттерге жақындап кетті. Модель жағынан. Өйткені түріктер батыстан бір белгілі мағынада күрдтер мәселесіне байланысты бір қауіп көрген сияқты, және де демократиялық жағынан Түркия сынала бастады. Ердоған 2002 жылы билікке премьер-министр болып келді, одан кейін президент болды. Бірақ сол аралықтарда, жаңа айтқанда 2018 жылы референдум арқылы сол өзгерістерді өткізіп алды. Яғни Ердоған қалаған уақытында заң шығару, одан кейін жаңа парламенттің жұмысы бар, министрлер тағайындай алады, кез келген салаға араласа алатын болды. Яғни
президенттің билігін шектей алатын ешқандай механизм қалмай бара жатыр Түркияда. Иә. Өкінішке орай тек қана сот қалып еді. Соттың өзі қазір сол тәуелді жағдайда тұр. Мен жаңағы Экрем Имамоғлымен бірге қамалған 105 адамға келетін болсақ, олардың көбісі мына осы партияның Стамбул қаласы бойынша және басқа да қалалар бойынша район, аудан басшылары. Олар да үлкен ірі саясаткерлер. Демек, осы арқылы Ердоғанның билігі өзінің бас оппозицияға ауыз салайын деп отыр. Бұған дейін ол олай жасай алмаған. Ешқашан осы соңғы мына 40, 50, 60, 70 жыл партияның тарихында билік ешқашан бұл Ататүріктің зайырлы, демократиялық, осындай европалық негізде құрылған партиясына ешқашан тиісе алмаған. Ал енді осы жолы кейбір сарапшылардың ойы бойынша бұл партияны бөлшектеп жіберуі мүмкін. Енді бір параллель келтірейікші. Мысалы, бізде орталық азиялық мемлекеттерде оппозицияны әлсірету, сындыру, ыдырату үшін қандай әрекеттерге барды? Өзінің адамдарын салады арасына, одан кейін оны бөледі. Ақ жол, нағыз ақ жол, басқа. Сол сияқты бұл жақта да сондай нәрсе болып кете ма деген түріктің сарапшылары тарапынан сондай ойлар бар. Және түріктің сарапшылары қазір біз Түркия қай жаққа бара жатырмыз деген кезде сол орталық Азияның авторитарлы режимдерімен көбінесе салыстырады. Біз сондай болып бара жатырмыз, Тәжікстан сияқты болып бара жатырмыз, Қырғызстан сияқты болып бара жатырмыз деген сияқты бір мысалдарды келтіреді. Енді қысқаша айтқан кезде күрдтерге ондай террористік байланысы жоқ. Ердоғанның билігі кез келген өзіне қарсыластардың бәріне террорист деген ярлықты тағуға дайын тұрады. Мысалы, бұған дейін білесіз, осы дінге жақын, мына көбінесе мұсылман бауырларға да жақын, осы Ердоғанның маңайы, осы консерваторлар, көбінесе осы діни консерваторлар мен ұлтшылдар қолдайды ғой Ердоғанды. Иә. Олар қазір, ол туралы қазір кейінірек айтуға болады, кез келген өзінің несін қарсыластарын бәрін террорист деп айыптайды. Мысалы айталық, кеше ғана болған Фетхуллах Гүленнің мысалы ұйымы, жамағаты деп айтайық. Олармен екеуі бірге Эргенекон деген сол Ататүріктерден қалған, бірақ әскери бір қанат болған. Олар осы Түркияның даму бағытын белгілеген болған. Олар сонымен бірге қарсы жұмыс жасады да, бірақ кейін өз міндетін атқарғаннан кейін олардың көзін жойып, оларды террорист деп, оларды ығыстырып, саяси сахнадан жоқ қылып жіберді. Яғни репрессияға ұшыратты. Сол сияқты енді қазір бұлар кейінгі жылдарда ұлтшылдарды МХП дейді, яғни пантүркистер, этникалық ұлтшылдар, түріктің ұлтшылдары, осыларды өзіне жақындатты да, қазір діншілдер мен ұлтшылдар қазір Түркияда осы Ердоғанды қолдап тұр. Бұл өте бір қызық, яғни бір-біріне басы сыймайтын адамдарды әкеп билікті ұстап тұруға өзінің альянс коалициясын құрады. Ердоғанның гений, өте ақылдылығы, ол қулығы, ол сонда, ол біріншіден өзінің қарсыластарын өзі анықтайды. Және соған қарсы басқа коалицияларды құрады. Енді қазір күрдтермен коалиция құрып жатқан себебінің астарында осы мына Ататүріктің партиясына қарсы соққы беру. Оны ыдырату үшін бақта күрдтермен бірігіп жатыр. Кеше ғана террористер деп отырған күрдтерді енді алып өзіне одақтас қылады. Ал енді кәдімгі әлемдік деңгейде мықты демократиялық партиялардың бірі осы республикалық Ататүріктің партиясын енді террористік бір әрекеттермен айыптай отырып, оны қазір әлсіретейін деп отыр. Иә, сонда жаңағы ұлтшылдар мен діншілдерге демократия керек емес болып тұр ғой, иә? Жоқ. Түркияның саяси жүйесі өте күрделі және өзіндік ерекшеліктері бар. Осман империясы ыдырағанның алдында Түркияда танзимат реформалары болады. Яғни Түркия қанша дегенмен Европаға жақын. Осман империясы ыдырамастан бұрын Түркияда парламенттік жүйеге ұқсас бір саяси режим қалыптасқан. Одан кейін Ататүрік келеді. Ататүрік күшпен, бір диктаторлық күшпен барлығын сындырып өзгертеді. Ол кезде бір белгілі мағынада диктатура қажет болған шығар. Одан кейін парламенттік жүйеге өтеді. Әрбір 10 жыл сайын Түркияда әскерилер төңкеріс ұйымдастырып отырады. 80 жылдар, 70 жылдар, 60 жылдар әскерилердің рөлі күшті болды. Жаңа мен айтқан Эргенекон деген ұйым әскерилердің билігі. Бүкіл таяу шығыс мемлекеттерінде, Египетте, басқа елдерде әскерилер революция жасап билікті алып отырған. Енді осы әскери билікті еріту үшін дінге жақын, діндар, жамағаттар, ұйымдар, қозғалыстар бірікті де әскери ұйымды жұмсартты, биліктен кетірді. Бірақ олар толық кеткен жоқ. Олар қазір Ердоғанмен бірге уақытша одақ құрып отыр. Яғни Ататүрікшілер дейміз. Түркияда ұлтшылардың өзі екіге бөлінеді. Біріншісі МХП, пантүркистік этникалық түріктер, біз түрікпіз деген
қоғам тап. Ал екіншісі ол солшылға жақын, социализмге жақын, бірақ түріктің евразияшылдары. Олар да ұлтшылдар, олар да ультранационалистер деп аталады. Олардың көбісі қазір осы Ердоғанды қолдап тұр. Яғни Доу Перинчек сияқты кісілер, бұлар қазір Қытайдың саясатын, Ресейдің саясатын әу бастан бері қолдап, Ресейдің идеологтарының бірі Дугинмен бірге әрекет жасағандар. Яғни олар мына Ресеймен жақындасуға, Ресей сияқты мемлекет болуға қарсы емес тұлғалар. Енді өзіңіз ойлаңыз, Ердоғанды кім қолдайды деген кезде, біріншіден діншілдер, консерваторлар деп айтайық. Екіншіден діндарлар, кәдімгі ақкөңіл, кәдімгі діндарлар. Одан кейін ұлтшылдар, пантүркистер, этникалық. Тихий арман бүйтіп жүреді ғой. Иә, солар. Одан кейін жаңағы мен айтқандай бұрынғы Эргенеконнан келе жатқан, бұрынғы әскери жүйеден, Ататүріктен келе жатқан бұрынғы бір топ бар. Осылар. Бірақ олар Ататүрік болғанмен, оларға қарсы республикалық партия бар. Ататүріктің құрып кеткен. Олар демократиялық жолда. Олар мына барынша мына түріне, түсіне, саяси ойына қарамастан барлығын біріктіруге әрекет жасаған. Бірақ Ататүріктің партиясын мақтауға болмайды. Ататүріктің партиясының ішінде талай былықтар бар, талай кір әрекеттері болған. Мысалы, нақты айтайықшы осы. Басшысы Кылычдароғлу мысалы. Кылычдароғлу ол үшін үндемей отыр. Талай жыл, осы 40 жыл бойы осы партияны басқарып келді. Бірақ үнемі сонымен Ердоғанның арасында белгілі бір мағынада саяси бір келісімдер болған сияқты. Яғни тісі бата алмайды. Жаңа сіз айтып өткендей, мына сайлаулар болды, 2023 сайлау. Ол сайлауларда мысалы олар жеңіліп қалды. Және де кеше мысалы Америкадағы сайлау болған кезде неге мына кімге қарсы, Трампқа қарсы әлсіз кандидат шығарды дедік қой. Сол сияқты осы жолда Ердоғанға қарсы ылғи сол әлсіз жасы келіп қалған сол Кемаль Кылычдароғлуны шығара береді. Ол оппозицияға жеңіс алып келе алмасы анық. Солай бола тұра, қазір енді Түркияда осы партияда жаңа тұлғалар пайда болды. Мысалы Экрем Имамоғлу, жаңа сіз айтқандай. Одан кейін жаңағы Анкараның мэрі жаңағы Яваш Мансур. Одан кейін қазір Өзгүр деген қазір осы партияның басшысы бар. Бірақ ол туралы да көзқарастар әртүрлі. Яғни оларды партия сатып алды ма деген сұрақ бар. Кылычдароғлу болсын, мейлі жаңағы Өзел болсын, партияның бас төрағасы ғой. Сондықтан да бұл жерде сұрақтар өте көп. Түркия президенті Ердоған бірінші рет мына Экремнің ұсталуына байланысты мәлімдеме жасады. Президент не айтты және ол өз сөзімен жұртты сендіре алды ма? Енді былай ғой. Кешегі Ердоғанның мәлімдемесі былай болды. Яғни сендер заңсыздыққа қарай бара жатсыңдар, мемлекетке бағынбау, сотқа бағынбау, біздің полицияға қарсы шығып жатсыңдар деп, мемлекетке қарсы бұлар деп, бұларды бұзақы қылып көрсету, жаңағыдай террорист қылып көрсету. Өйткені Түркияда соңғы кезде мемлекетпен келіспейтін барлық азаматтарды террористік баппен жазалау практикасы қазір өте танымал. Соңғы осы айталық, мысалы 2016 жылы болған төңкеріс деп айтайық. Төңкеріс. Ол жерде сұрақтар көп. Сол төңкеріске байланысты бұлар өздерінің билігін күшейтіп алды. Содан бастап бұлар күшейді. Содан бастап бұлар кез келген мәселені террористік баппен шешеді. Ұлттық қауіпсіздікке кереғар, бұны көзін құртуымыз керек дейді. Жойып отырады. Кім болсын. Енді қараңыз, Түркия осылайша авторитарлы репрессиялық жүйеге айналып кетті. Яғни журналистерді қамау жөнінен, азаматтық салаға қысым көрсету жағынан болсын, Түркия өкінішке орай кері кетіп қалды, біз оны айтуымыз керек. Сонымен қатар, Түркияда біз баяғы Түркияға барып жүрген кезде, мен талай конференцияларға бардым, қыдыруға да бардым, көп араластым түріктермен. Сол кезде Түркияның бір берекелі, бір сондай бір бейнесі болған. Барлығы Түркияға қашып баратын. Қазір өкінішке орай Түркияда қымбатшылық қысып кетті. Турист ретінде барсаңыз да, қазір Түркияға барғаннан гөрі басқа мемлекетке барған қазір тиімді болуы мүмкін. Бұрын берекелі болатын Түркия. Яғни түріктің компаниялары бүкіл дүние жүзін жаулады. Құрылыс компаниялары болсын, Қытаймен бәсекелесетін бұлар, ауыл шаруашылықта, басқа да салаларда. Қазір енді Түркия өзінің халқына азық-түлікпен қамтамасыз ету жағынан да қазір төмендеп кетті. Қазір халқы помидордың килограммы қанша, 1 килограмм фарштың килограммы қанша, осын талқылайтын болды қазір. Түркияда қазір наразылардың саны өте көп. Біріншіден жастар. Жастар өзінің тағдырын Түркиямен байланыстырмайды. Көптеген жастар. Түркияның халқының 20% міне
15 пен 30 жас аралығындағы жастар. Бірақ бұлардың қазір өзгеріп кетті бұлар. Өйткені бұлардан ешкім ештеңе күтпейді, бұларға ешкім ештеңе бермейді. Бұлар ертең не болады? Университет бітіріп жатыр, жағдайлар бар ма, қарындары тоқ па деген сияқты сұрақтар қазір қатты көтеріледі. Бұл Түркияда мұндай сұрақ қойылмау керек еді. Мені танитын бір түріктің депутаты айтқандай, біз Түркиядағы ауыл шаруашылықтық технологиялық даму деңгейіміз бойынша бүкіл Ресейді азық-түлікпен қамтамасыз ететін мемлекетпіз деген маған. Ал қазір Түркия азық-түлікпен өз-өзін қамтамасыз ете алмай отыр, өкінішке орай. Яғни экономикалық жағынан алған кезде жағдай мына халықта көп жағдайда қысып жіберді. Яғни биліктің маңайына топтасқан жаңағы олигархия, әртүрлі достық арқылы, тендерлер арқылы тек қана солар ғана билікке жаңағыдай негізгі ресурстарға ие болып отыр да. Бұрынғыдай Түркиядағыдай теңдік, иә? Бұрын Түркияда қандай? Түркия бұрын кәсіпкерлердің мемлекеті еді ғой. Яғни Түркияда кәсіпкер болу оңай да. Тез ашады да, бизнесін шетелге кетіп қалады, барлық дүние жүзін жаулады ғой түріктер негізі. Қазір өкінішке орай түріктер көп жағдайда сол қытайларға беріп қойды көп позицияларды. Өндіріс саласында, текстиль саласында кейбір компаниялар банкрот болып жатыр. Түркиядағы инфляция, қымбатшылық, лираның құлдырауы, бұлардың барлығы қазір халықтың көңіл күйі қазір төмен түсіп кетті қазір. Кедейлік басып кетті Түркияда, өкінішке орай айтуымыз керек. Онымен қоса саяси жағынан репрессиялар көбейіп кетті. Мысалы айталық, өзіңіз ойлаңызшы, бізде мысалы орталық Азия мемлекеттерінде бір оппозиция шығатын болса, оның белгілі жұмыс істеулері болады. Яғни оны қысады, оны мысалы қанаттарын қырқуы мүмкін, қысып тастауы мүмкін мысалы да. Сол сияқты әрекеттер мысалы Түркияда өкінішке орай басталып жатыр, және бұл тек қана соның басыма деген ғана өте үлкен қорқыныштар бар. Өкінішке орай Түркия қазір бұл кезеңнен қалай өте алады? Бұл Ердоған осыған дайын ба қазір? Ердоған өзіне үлкен бір проблема шығарып алған жоқ па деген сияқты сұрақтар да бар. Бірақ менің ойымша Ердоған әккі саясаткер, бәріне дайын. Оның үстіне қазір енді Трамп сияқты әлемде авторитарлы режимдер күшейіп тұрған кезде, менің ойымша оның шансы жоғары сияқты. Ал енді Экрем Имамоғлы бұл қамалғаннан шығала ма, шыға алмай ма дегенде үлкен сұрақ бар. Яғни оның орнына кім болады? Оның орнына Каюм дедім ғой, оның орнына осы партияның, биліктегі партияның ықпалымен жаңа бір тұлға келе ма, ыңғайлы тұлға, сұрақтар көп. Экрем Имамоғлы 2019 жыл өткен сайлауда Стамбул мері болып сайланған болатын. Ердоған сол кезде дауысты қайта санатып, тіпті сайлауды қайта өткізген болатын. Ердоған неге Экремнен қорқады, неге қаймығады? Біріншіден, кез келген авторитарлы режимнің басын ұстап отырған лидерлер өзінің уақыт өткеннен кейін гайканы қысады. Өйткені билікті созу керек. Кейбір сарапшылардың айтуы бойынша мына Ердоғанның әрекеті өмір бақи билікте қалу. Тек қана өмір бақи емес, енді өлгенше отырады, одан кейін өлердің алдында өзінің ұлы бар ғой. Біләл. Соған беріп кету деген нұсқалар да бар. Енді қазір екінші нұсқа бойынша қазіргі сыртқы істер министрі Хакан Фидан болуы мүмкін деген қазір нұсқалар шығып жатыр. Енді 2019 жылғы Стамбул мэр болған осы Экрем Имамоғлы түріктің саяси сахнасына үлкен дүмпу алып келді. Өйткені біріншіден айтқандай өте жарқыраған тұлға, жаңа лидер, жаңа типтегі көшбасшы, жаңа идеялармен келді. Және де екі рет әртүрлі әкімшілік кедергілерге қарамастан жеңіп шықты. Яғни бұл дәлелдеді деген сөз. Кез келген мемлекеттің тексерістерінен өтті деген сөз. Ал енді қазір өткенге оралып 40 жылғыны қайта қазып дипломын шұқылау, ол менің ойымша саяси мотив бар, астары бар қадамдар деп мен ойлаймын. Бұл оқиға билікті қорқытып жіберді. Өйткені Түркияда мынандай тәмсіл бар. Стамбулды кім билейді, сол Түркияны билейді деген. Ердоғанның өз кезінде мэр болды ғой сол қалада. Сондықтан да бұл бірте-бірте болашақ президент болмай ма деген үлкен бір қорқыныштар бар. Және де Экрем Имамоғлы демократ ретінде Европамен байланыстары мықты, батыспен байланыстары мықты. НАТО арқылы болсын, басқа механизмдер арқылы болсын, бұл жаңа типтегі, жаңа концепциядағы адам. Ал Ердоғанның көзқарасы басқаша болды. Ердоған ол кездерде, сол кезге дейін Таяу Шығыстың патшасына айналғандай болды ғой. Яғни Таяу Шығыста Сирияны мен қайттан құрып шығам деді. Ол жерде енді проблемалар болды, кризис болды. Сыналды Ердоған.
бірақ сонымен қатар Ердоғанның генийі сол, ол қатты күш ретінде әскери жағынан әлемдегі мықты мемлекеттердің біріне айналды. Оны да мойындауымыз керек. Және саяси жағынан әртүрлі кризистерден шығып келе жатыр. Мен айтқандай альянстар құру, өзінің дұшпанын, өзі қарсыласын өзі белгілеу және соған қарсы басы сыймайтын әртүрлі ойыншылармен ойнау. Күрдтермен ойнайды керек жағдайда ұлтшылдармен ойнайды мысалы. Ұлтшылдар бұрында діншілдерге қарсы болған мысалы. Соның бәрін басын қосып отыр да, басқарып отыр Ердоған. Сондықтан да менің ойымша айтқандай кез келген авторитарлы режим ретінде ол Экрем Имамоғлынан қорықты. Және сол кезден бастап альянстар құру мәселесін көп көңіл бөлді. Уақытты созды. Менің ойымша сол кезеңнен бастап Түркияның саяси тарихы өзгерді. Өйткені сол кезден бастап бір жағы қарасаң, референдум болды 2018-де, одан халықтың экономикалық жағдайы әлсіреді, әртүрлі жағдайға ковидтен кейін деп айтайық. Жалпы осы Түркияның осы соңғы 10 жылдағы келбеті қатты өзгеріп кетті. Өйткені бұған дейін басқа модель болған, енді мына Ердоған жаңа бір автократиялық режимнің жаңа бір моделін құрастырып келе жатыр қазір. Ол халықтың ризалығын алу дейді. Риза үйретемі дейді түркше. Яғни сіз халықтың ризалығын, дауысын алуыңыз үшін сіз оған әртүрлі медиа арқылы, идеология арқылы, алдап сулау арқылы әртүрлі тетіктерді қолданасыз, механизмдерді қолданасыз. Яғни Түркияда қазір сандық дейді. Яғни сандық деп отырғанымыз мынау дауыс беру сандығы ғой. Осы мәселе шешеді. Яғни осы мәселені ұйымдастыру бойынша әкімшілік контрольді сіз қолыңызда ұстасаңыз, болашақта сайлауда жеңіп ары қарай билігіңізді соза бересіз. Яғни қазір осындай сандыққа фобия деп айтуға болады. Барлығының ойы сол. Яғни ертең сайлауда кім жеңіске жетеді деген мәселе. Сондықтан да менің ойымша бұлар қазір сайлау мәселесіне қарап келе жатыр. Яғни сайлауды контроль жасау. Егер сайлауда біз өзіміздің әкімшілік тетіктеріміз арқылы біз бұны қолға алсақ, мына қарсылас әртүрлі жағдайда тексеріп отыратын, комиссия жіберіп отыратын осы партиялардың ықпалын төмендетсек, олардың арасында жік түсірсек, лидерлік бойынша, басқа да мәселелер бойынша біз ары қарай билігімізді соза береміз деген үлкен бір жоспары болса керек. Яғни өзінің бәсекелестерін жою, авторитарлық режимнің жаңа бір деңгейіне қарай өту. Енді бұрындары жасырын түрде істеп келсе, Түркияның билігі көптеген манипуляция механизмдерін, махинацияларын. Енді бұлар ашыққа көшті. Ұялмай, қазір елдің бас оппозициясына қазір ауыз салды. Бұл деген сөз басқа шарасы қалмады деген сөз біріншіден. Екіншіден, енді қайда кетіп бара жатқанының анық көзқарасы. Тіпті мына кейбір жаңа айтқандай өзгір сияқты кісілерді сатып алу да мүмкін. Енді қысқаша айтқан кезде өкінішке орай енді осындай бағытта қарай кетіп бара жатыр. Мемлекеттік механизмнің, мемлекеттік тетіктің күшін жоққа шығара алмаймыз. Оның үстіне дәл қазір барлық жерде авторитарлық режимдер күшейіп жатқан кезде Түркияны сыртынан сынайтын ешкім болмай тұр қазір. Еуропа қазір керісінше Еуропаға Украинада түріктің әскери күші қажет болып тұр. Трампқа қазір таяу шығыста осы Израиль мен Түркияға Сирияда қалдырды. Түркияға қарсы ештеңе сеніп тұрған жоқ. Тіпті F-36 бойынша келіссөздерді қайта қарауы мүмкін, кейбір санкцияларды алуы мүмкін Түркияға қарсы қойылған. Яғни осындай бір-бірімен тіл табыса алатын қазір авторитарлы тенденциядағы осындай күштер қазір билікке келіп жатыр жан-жақта. Сондықтан да дәл қазір Ердоған үшін ең орайлы сәт. Соңғы осы қанша жылдық тарихында Ердоған өзінің күшінің шыңына жетіп тұр қазір. Ең күшті кезі қазір Ердоғанның саяси жағын алған кезде. Сол сияқты оппозиция үшін де қазір мына халықтың наразылығының ең күшейіп тұрған шыңы. Сондықтан да бұл өте жарылыс қалып келетін өте қауіпті жағдай, Түркиядағы жағдай. Барлық үміт қазір жастарда. Бірақ осы жастарды ұйымдастыратын, оппозицияны ұйымдастырылатын күш бар ма деген сұрақ түріктің сарапшыларын өзін ойландырады. Өйткені оның бәрін ұйымдастыратын, реттейтін бір белгілі бір жаңа лидер қажет, жүйе қажет, позиция, институттар қажет, оппозицияның өзінің бір жаңа бір концепциясы қажет. Мысалы, билік айттым ғой, халықтың наразылығын басу және ризашылығын алу үшін әртүрлі механизмдерді қолданды. Енді оппозиция осыдан бас тарту керек, егер билікке болашақта келетін болса, бірақ қазір шансы аз.
Жақсы. Ердоған 1994-98 жылы Стамбулдың мері болып сайланып, кейін сотталған болатын. Кезінде Ердоған айтты деген бір аталы сөз бар. Кім Стамбулды басқарса, ол Түркияны басқарады деген. Яғни мына Ердоған неге Экремді қазір соттап отыр, енді соттауға ұмтылып отыр. Неге тарихтан сабақ алмайды? Өзі де бір кезде сотталды ғой. Енді біріншіден ол Ердоғанның өзінің саяси мақсатына қарай жүреді ғой. Билікті ұстап отырған саяси тұлға ретінде ол өзінің жолымен жүріп келе жатқан Экрем Имамоғлын өзіне конкурент, бәсекелес көреді. Және де Экрем Имамоғлының бағыты көбінесе либералды, демократиялық бағыт. Оны қазір әлемдік саясатта көп адам қолдамауы мүмкін, көп күштер қолдамауы мүмкін. Осы сәтті пайдаланып, ол басып қалмақшы, жаңа айтып өткенде партияны әлсіретпекші, өйткені басқа амал қалмай отыр. Өйткені дәл осындай қадамға бару оның шарасыздығын көрсетеді, әлсіздігін, қорыққанын көрсетеді. Енді Ердоған өзі де осы 2022 жыл билікке келсе, сол 2010 жылдарға дейін, шамамен сол 13 жылдарға дейін Түркияны мықты деңгейге көтерді. Экономикалық жағынан Түркия мықты экономикалық дәу мемлекетке айналды. Бірақ одан кейін азаматтық индекс бойынша, демократия индекстері бойынша кері кетті. Өйткені ары қарай Ердоған өзінің билігін күшейтті. Яғни айтып өткенде таза, түркше айтқанда тек адам дейді, тек адам системі дейді, яғни бір адамның жүйесі, авторитарлы деген сөз ғой. Сол жүйені қазір дамытып келе жатыр, және ол әлемдік саясатқа әсер етіп жатыр. Өйткені Ердоғанның Путинмен байланысы бар. Ердоғанның Қытайға қатысты көз жұмуы, көз қысуы бар. Ердоғанның Орталық Азия, Кавказ саясаты бар, Таяу шығыстағы саясаты бар, Еуропаға ықпалы бар. Осы жағынан алған кезде, егер Түркияда өзіңіз ойлаңызшы, демократиялық бір партия қазір билікке келсе, ол маңайына қатты әсер етеді. Тіпті бізге де белгілі әсерлері болуы мүмкін. Ал егер Түркияда авторитарлық режим одан әрі күшейіп кететін болса, ол біздің мына бүкіл мынау маңайымызға да қатты әсер етеді. Қысқаша айтқан кезде бұл авторитарлық тенденциялардың күшеюіне лозунгтар қатты ықпал етеді. Ердоған кімді қолданды? Бірінші ол мына таяу шығыста араб көктемімен бірге 2011 жылы болған оқиғалардан кейін ол бүкіл таяу шығысты трансформация жасамақшы болды. Барлық жерге өзінің мұсылман бауырларға жақын билеушілерді алып келмекші болды. Сөйтіп өзінің халифатқа жақын бір сондай бір исламға жақын, сондай үлкен бір сондай бір мемлекеттер блогын құрмақшы болды. Бірақ онысы іске аспады. Және одан кейін ол түрк әлемі деп Орталық Азияға қатты мән бере бастады. Оған дейін түрк мемлекеттерінің саммитіне қатыспаған Ердоған, менсінбеген деп айтуға да болады. Одан кейін қазір қатты мән бере бастады. Түркия қатты күш бола бастады, қатты сөйлей бастады Ердоған. Батыспен қарым-қатынасы бұзылды. Өзінің әскери индустриясын дамыта бастады. Одан кейін Қарабақ соғысы болды. Қарабақ соғысынан кейін біз Орталық Азияда түріктерді үнемі алыстан қарайтынбыз, мән бермейтінбіз. Кім ол түріктерді? Осыдан кейін түркі жобасы қатты дамып кетті. Қарабақ соғысында Түркия Әзербайжанға көмектесіп отырып жерін жұлып алып берді. Осыдан кейін біздегілер оянды. Және Ердоғанның түрк әлеміндегі осы ықпалы да осымен байланысты деп айтуға болады. Енді қысқаша айтар болсақ, Стамбул өте маңызды. Стамбул әлемдік орталықтардың бірі. Әлемдік саясат жасалатын орталық. Идеялар, саяси ой туатын ордалардың бірі. Космополит қала. Сондықтан да осы Византияның бұрынғы астанасы болған осы Константинополь, осы Стамбул, ол тек қана мұсылман әлемінің орталықтарының бірі емес, ол әлемдік бір орталық бола алатын қала негізі. Миллиардерлердің саны жағынан болсын. Мына неге Стамбулға қатты шүйлігіп отыр Ердоған? Өйткені Стамбулда, менің білуімше, сол 30-40 шақты миллиардер де бар. Миллиардерлердің саны жөнінен бір жылдар, 10 жыл бұрын Түркия Стамбул 4-ші орын алатын дүние жүзінде. Нью-Йорк, кімдер, Мәскеу, Токиодан кейін мысалы 4-ші орын алатын. Бұл жерде үлкен бизнес бар, бұл жерде үлкен капитал бар. Бұл жерде Ердоғанның жұмыс істегісі келетін, контроль жасағысы келетін олигархтар бар. Олардың ақшасы бар деген сияқты ғой. Сондықтан да менің ойымша Стамбулға көз тігіп отырғаны бекерден бекер емес. Стамбул айтып өткендей әлем саясат орталықтарының бірі. Сондықтан да менің ойымша бұл Ердоғанның болашақ жоспарының бір көрінісі. Экремді қолдаған акцияға мына Анкара қаласының мері Мансур Яваш келіп қосылды. Жалпы Түркия астанасының мерінің Экремді қолдауы бұл қалай әсер етеді? Сондай-ақ мына халықты жаппай наразылыққа алып шығу мүмкіндігі бар ма? Жалпы көтеріліс қалай өрбуі мүмкін?
көтеріліс менің ойымша алдағы күндерде толастамауы мүмкін, өйткені Түркияның қоғамы біз ойлағандай қоғам емес. Түркия осы екінші дүниежүзілік соғыстан кейін батыс альянсының бір мүшесі ретінде, Еуропаға жақын мемлекет ретінде, Еуропа одағына кіргісі келетін үлкен осындай өнегелі, осындай дәстүрлі саяси дәстүрлері бар мемлекет ретінде таза демократияны құра білді деп айтуға болады. Тіпті мына осы кезге дейін сайлаулар Ердоғанның мысалы билікте қалуы жаңағы сандық мәселесі. Яғни сіз сайлау мәселесін шешсеңіз, сіздің билігіңіз ары қарай созыла береді. Бұның өзі формальды түрде болсын, бұның маңызын көрсетеді. Яғни Түркияда расында да президентті сайлайтын, депутаттарды сайлайтын ол халық. Әлі күнге дейін солай. Бірақ қазір түріктің саясаткерлерінің қорқып отырғаны, ертең осыдан да айырылып қалмаймыз ба? Біз әлемдегі қазір өте аз мемлекеттердің біріміз. Өз саясатымызды өзіміз анықтай алатын, сайлау арқылы мемлекет басшысын сайланатын аз ғана елдердің біріміз. Ертең ана Орта Азиялық мемлекеттер сияқты, формалды түрде белгілі бір кандидаттармен ойнап, урналарға топ-тобымен қағаздарды тастап деген сияқты сондай бір әрекетке баратын болса, онда біз не боламыз деген Түркияның бір жағы имперлік, екінші жағынан европалық тарихы болғандықтан бұлар оған мойынсұнбайды деп мен ойлаймын. Мансур Яваш сияқты, Экрем Имамоғлы сияқты либерал, демократ тұлғалар тұрған кезде, және де оның артында Түркияның халқының жартысы қолдап тұр деп те айтуға болады. Өйткені соңғы мына сайлаулар 2023 жылы болған жаңағы жалпы сайлау, одан кейінгі 24 жылы болған жаңағы жергілікті сайлаулар, бұлар мына 37-38% алды мысалы осы республикалық партия. Ал билік партиясы 35% алды. Осының өзі көрсетіп тұр. Яғни қазір Ердоғанның қолдауы халық арасында ең төменгі деңгейге түсіп кетті қазір. Билік осыны қазір алдын алмақшы. Енді Мансур Яваш енді Анкараны басқарады. Анкара, Стамбул және Измир сияқты ірі қалалардың барлығы үнемі республикалықтарға дауыс береді. Ал мына Түркияның мына ішкі Анатолия дейді, ауылдық жерлер, консерваторлар, көбінесе ұлтшылдар деп айтайық, діншілдер деп айтайық. Міне осы топ кішкене көбінесе білімі төмендер деп те айтайық. Бұлардың көбісі сол Ердоғанға дауыс береді. Ал білімі жоғары, Европаға жақын, батысқа жақын мына жағалаулар, бұлардың барлығы көбінесе республикалық партияға дауыс береді. Және де біз айтуымыз керек, Ердоғанды билікке алып келгендер көбінесе діндар, діншіл топтар болды, консерватор топтар болды, оған кейін ұлтшылдар қосылды деп айтып отырмын, альянстар құрылды. Және де Ердоған ол саяси исламды жүзеге асырып жатқан ірі тұлғалардың бірі. Яғни исламизм, мен айтып келе жатқан исламизм, исламшылдық, діншілдікті саясатпен араластыруға ешқашан болмайтынын Ердоған кейсі көрсетіп отыр. Өйткені сіз діншілдерді саясатқа араластыратын болсаңыз, Ердоған сияқты биліктен кетпей қояды. Кез келген әдісті қолданады. Билікке жармасып. Мейлі ол діншіл болсын, мейлі ұлтшыл болсын, кім болса да. Бірақ өкінішке орай, соңғы кезде әлемде ұлтшылдар, популистер, оңшылдар көтеріліп жатыр дейміз ғой толқыны Европада. Бірақ ұлтшылдардың бір минусын айтайын. Бұлар авторитарлы режимді күшейтуге тек қана құрал. Ол орталық Азия мемлекеттерінде де болуы мүмкін. Ұлтшылдарды қолдап, астына көпшік қойып, Наурыз деп, басқа деп, оларды қолдап жүруі мүмкін. Мысалы, кеше Ердоған ешқашан Наурыз туралы айтпайтын адам, кеше 21 Наурыз күні барлығымыз Наурыз тойлаймыз деп қалды. Өйткені күрттер қажет болып отырған. Түркияда Наурыз тойлайтын тек қана күрттер еді. Күрттер қазір керек. Сол үшін қазір Наурыз аузына түсіп тұр. Және де бір жағынан қарасаң, ұлтшылдарға да ол бір сигнал болуы мүмкін. Яғни барлығымыз Кавказбен, орталық Азиямен біргеміз деген сияқты. Өкінішке орай осындай мәселелер, Наурыздың өзі парсы Ларастрим заманынан келе жатқан мереке ғой. Сондықтан да осындай бір нәрселерді саяси құралға айналдыру мысалдарын көріп отырмыз. Қысқаша айтқан кезде Түркияның бағыты осы, жаңа айтып өткендей, діншілдерді, ұлтшылдарды, әртүрлі топтарды, енді қазір күрттерді қолдауын алайын деп отыр. Биліктің ықпалы, саяси ықпалы халықтың арасында азайып келе жатыр. Бірақ әкімшілік жағынан, саяси жағынан күшейіп келе жатыр. Осындай парадокс. Мансур Яваш сондай-ақ мына өз сөзінде Экрамды біздің президент деп атаған екен. Бұл сөздің қаншалықты салмағы бар?
және алдағы уақытта мына Ердоғанға қарсы топтар бірігіп күрес жалғастыра ма? Мысалы, қандай топтар бар, саяси күштер бар Ердоғанға қарсы? Ердоғанға қарсы негізгі күштер жаңа мен айтып өткендей республикалық партия, одан кейін жаңа И партия деген сияқты басқа да ұсақ түйек көптеген партиялар бар Түркияда. Бірақ олардың ықпалы төмен, 5%, 4%, 3% ғана алады. Осы соңғы сайлауларда әртүрлі саяси тұлғалар бар, демократтар деп, либералдар деп айтайық, солшылдар, социалистер, одан кейін мына кәдімгі ешбір жаңағындай ұлтшылдарға да жатпайтын, әртүрлі жаңағындай исламистерге жатпайтын кәдімгі түріктің азаматтары бар. Тіпті мына бұрын Ердоғанға дауыс беріп келген көптеген хижаб киген сақалдылардың көбісі уже беттері қайтып Ердоғаннан жаңа партияға дауыс беруге дайын тұр. Республика Ататүріктің партиясына дауыс беруге дайын тұр. Өйткені зайырлық деген мәселе өте маңызды. Біз зайырлық Түркия жағдайында Ататүріктің принциптерін сақтап қалу өте маңызды. Яғни діншілдерді, басы кім болсын, мемлекеттің басына келуге болмайды. Өйткені олар мемлекеттің принциптерін ертіп жіберуі мүмкін. Дінді саясатқа қатты араластыруға болмайды. Міне осы тұрғыдан келген кезде Түркияда осы кризистердің негізгі бір парасы осымен байланысты. Енді қандай күштер болуы мүмкін? Мысалы, халық, яғни соңғы жағдайда экономикасы төмендеген, барып мысалы 1 килограмм ет ала алмайтын, бұрын мысалы азық-түлік жаңағыдай жем-шидек ала алмайтын қазір түріктің халқын көріп отырмыз. Ол барлық жерден көріп отырмыз, ютубтан да, барлық жерден. Сондықтан да оларға қазір тиімді бір басшы керек. Бір жаңа бір сілкініс, өзгеріс керек болып тұр Түркияға. Ердоғанмен бірге бұлар 20 қанша жыл болды? 23 жылға кетіп бара жатыр қазір. Қайда кетіп бара жатқанын көріп отыр. Өйткені айтқандай авторитарлы, репрессиялық жүйе күшейіп жатыр. Наразылардың бәрін аузын жабу, оларды қазір көшеге шығармау деген сияқты. Бірақ кеше көшеге 300 мыңға жуық халық шықты дейді. Бірақ олар не істей алады? Олар барлығы, олардың концепциясы, позициясы, институттары, риторикасы, белгілі бір тілі дайын болу керек. Сол халықты ерте алатын ондай тұлға бар ма? Ондай тұлға кімдер деген кезде, тіпті мына сіз айтып өткен Мансур Ябаштың өзіне ертең шүйілуге мүмкін болар. Арест жасауы мүмкін. Одан кейін тағы бір мәліметтер бойынша жақын арада осы алғашқы осы сәуір айына дейін деп айтайық 600 адамның тізімі дайын екенбіз. Олар бойынша саяси белсенділер, партия мүшелері барлығын ұстауға тағы бір жаңа бір тізім дайындап отыр. Репрессия. Яғни кім қарсы шыға алады, кім халықты бастай алады, олардың бәрін ақырындап сонымен жұмыс жасау жағдайы болуы мүмкін. Енді ұйымдасқан бір күш жоқ, өкінішке орай. Тіпті мына республикалық партияның өзі айттым, ішінде былықтары болды дедім. Өйткені Ататүріктен кейін олардың да жасаған шкафтарындағы скелеттер бар. Мысалы, жаңа біз айтқан партиямен бірге жұмыс жасайтын МХП партиясы дедік, ұлтшылдар партиясы. Олардың өзінің ішінде мафиямен байланыс, басқа да көптеген былықтар бар олардың. Мысалы да. Түркияға бір жаңа бір сілкініс керек. Яғни бұл партия ыдырауы мүмкін, немесе орнына басқа жаңа коалиция құрылуы мүмкін, жаңа партия болуы мүмкін, немесе бұл қаңқасын сақтап қалуы мүмкін, бірақ концепциясын өзгертуі мүмкін да. Өйткені бұл мына қазіргі ЖХП мына республикалық партия шіріп бітті. Бұнымен қазір болашаққа түрік қоғам бара алмайды. Және бұл билікке қарсы Түркияның АКП, ақ партияға қарсы қазір ештеңе істей алмайды. Менің ойымша. Өйткені мемлекеттік жүйе деген нәрсе мына Ердоғанның жүйесі бұл мына айтып өткенде жаңағы СНГ біздің ТМД мемлекеттеріндегі, Ресейдегі репрессиялық полиция, басқа жүйенің бәрін үйренді бұлар. Бұлар енді бермейді билікті. Бұлар Түркия қазір бұрынғы Европаға жақын Түркия емес. Қазіргі Түркия шығыс мемлекетпіз деп атайды өзін. Деспоттық, біраз кішкене жаңағыдай мемлекеттік органдарға ықпал беретін, күш беретін, мүмкіндік беретін сондай қазір мемлекетке айналып бара жатыр. Ерте тіпті қантөгіске де алып келуі мүмкін бұл. Ал түріктің қоғамы оны көрген жоқ. Ең соңғы рет 2000 қай жылы, 2013 жылы ма, әлгі Гези деген 2011 ма қай жылы болды. Гези деген үлкен бір протесттер болған. Сол кезде ғана халық көп жиналды. Одан кейінгі халықтың жиналып отырған кеше ғана. Ол енді халықтың наразылығының айқын бір көрсеткіші. Жақсы. Экрам Имамоғлы 2023 жылғы президент сайлауына қатысқысы келген болатын, бірақ билік оны сайлауға жібермеді. Жалпы осы өзіңіз де айттыңыз, жаңа осы наурыздың 23 күні ішкі праймериз арқылы
Экремді президент сайлауға ұсынуы мүмкін еді. Бірақ билік алдын ала қимылдады. Жалпы Ердоған Экремді тұтқындау арқылы қателік жіберген жоқ па? Өзіне ор қазып алған жоқ па? Олай деп те айтуға болады, өйткені Ердоғанның өзінің есептері болды. Ол қазір ойлап тұр, дәл қазір мен қазір мынаны ұстасам, ешкім маған ештеңе дей алмайды, тырпайта алмай қалады, ұйымдаса қалады деп тұр. Тіпті мына партияның съезін кейінге қарай ығыстырды ғой. Яғни Ердоғанның өзінің жоспарлары бар, бірақ ол жоспарлар қаншалықты жүзеге асырылатынын оны уақыт көрсетеді. Менің ойымша қателесуі де мүмкін. Өйткені түріктің қоғамы ол Ресейдің қоғамы емес. Түріктің қоғамы ол біздің тмд мемлекеттерінің қоғамы емес. Онда бәрібір де демократиялық рух бар, бәрібір де ешқашан отар болмаған мемлекет, ешқашан бағынышты болмаған ел. Сондықтан да өз-өзін басқарып келген мемлекет деп айтуға болады. Кейбір мысалы адамдар мені сынауы мүмкін, сен әлі демократия деген ертегіге сеніп отырсың ба деген сияқты. Бірақ Түркияда ол ертегі емес. Түркияда халық сенеді. Түркияда осы кездің демократиялық тетіктер арқылы осы билікті ауыстырып келген. Олай болмаса Ердоған бұлай қорықпас еді. Ал қазір Ердоғанның әрекеттері осыған барып отыр. Яғни таза кәдімгідей өзінің бас қарсыласын кәдімгідей бас салып қамап отыр. Бұл енді көп нәрсенің көрсеткіші. Енді Ердоған қателесуі мүмкін бұл жерде. Бірақ мен айтып өткендей, мемлекеттік әкімшілік машинаның құдіретін елемеу мүмкін емес. 23 жылғы президент сайлауында Ердоғанға Кемал Кылычдароглу қарсы шыққан болатын, яғни сайлауға қарсы оппонент болған болатын, бірақ сайлаудың екінші турында Ердоған 52%-бен жеңіске жетті. Жалпы менің ойымша мына Кемалдың бір харизмасы бір әлсіз болған секілді. Сол кезде мына Экрам сайлауға түскен кезде жағдай қалай болар еді? Жеңіп кетуі мүмкін бе еді? Енді ол кезде әрине олай айту қиындау, өйткені ол жерде біріншіден енді Кылычдароглунун дәуір жүріп тұрған заман, ол кезде белгілі бір саяси ахуалда соған алып келген болатын, партияның ішіндегі келісулер болды, сондай шешім қабылданды. Менің ойымша, Экрем Имамоғлу сол кезде қатысқан кезде бәлкім жеңіске жетер еді. Өйткені бір жылдан кейін соның партиясы айтып өткендей 37-38% алып отыр. Яғни сіз айтып отқан нәрсе ол жалпы сайлаулар, одан кейінгі 24 жылғы сайлаулар ол жергілікті сайлаулар. Яғни жергілікті жерден осы депутаттар сайлау ғой. Яғни әкімдерді сайлау деген сияқты. Міне осы сайлауларда менің ойымша билік қорқып қалды. Өйткені биліктің бірінші рет төмен деңгейде екені көрінді, қолдауының әлсіреп тұрғаны анық байқалды. Міне осыдан кейін менің ойымша Кылычдароглунун да саяси сахнадан кетуін біз көрдік. Яғни Кылычдароглу қазір көрінбейді, ештеңе демейді тіпті. Жаңа тұлғалар пайда болды, жаңа Өзел сияқты басқа да тұлғалар. Менің ойымша билік бәрібір де осы ЖХП, осы республикалық партияның басшыларымен бір келіссөзге келуі мүмкін. Өйткені мына Өзелдің өзі айтқандай, бұл басында бұл партияда дайындықсыз болды. Өйткені осыншама халықтың көшеге шығатынын олар күтпеді және қаламады. Республикалық партияның өзі қаламады. Жаңағы мен айтып отырған кісілер. Демек, бұл партияның ішінде бір белгілі ыдыраулар бар, көзқарас қайшылығы бар. Және де менің ойымша бір нәрсе анық, ол жаңағы халықтың наразылығы күшейген, және де Ердоған өзінің саяси қолдауын жоғалтып жатыр. Ол анық. Республикалық халықтық партиясы өз жақтастарымен елдегі оппозициялық саяси топтарды күш біріктіруге шақырды. Халықтың жаппай наразылығы қандай да бір нәтиже бере ме? Жоқ әлде халықтың бір уақытқа келген кезде басылып қала ма көтеріліс? Түріктің қоғамы басылып қалатын қоғам емес. Қайсарлы, жігерлі, Ататүріктің айтқанындай халықтың жігері және шешімділігі бар нәрсені шешуі мүмкін. Бірақ дәл қазіргі жағдайда, барлық жерде авторитарлы тенденциялар күшейіп жатқан жағдайда, Ердоғанның өзінің билігінің шыңында тұрған сәтте ондай ұйымдасқан күш болмайынша билікке қарсы тұрып, оған қарсы бір әрекетке бару менің ойымша қиын болады, өте қиын болады. Сондықтан да менің ойымша әсіресе жастар бұл жерде сүрприз жасауы мүмкін. Провокация да болуы мүмкін.
яғни жастардың арасында хулигандар жаңағыдай деген сияқты бір әрекеттер болуы мүмкін. Тіпті полиция қатты әрекетке баруы мүмкін, қантөгіске дейін апаруы мүмкін. Өйткені билік қазір ештеңеден қысылайын деп отырған жоқ, ұялайын деп отырған жоқ. Дәл қазіргі жағдайда мықты отыр. Сондықтан да түріктің халқының жігері бұл жерде шеше ала ма деген сұрақтар үлкен. Түріктің сарапшыларының өзі осыны ойланып отыр, және оған жауап бере алмай отыр. Қысқаша айтқан кезде, енді қайта айналып келген кезде, менің ойымша Ердоғанды кішірейту, оны елемеу мүмкін емес. Наразылар Ердоғанды қандай жағдайда тығырыққа тіреуі мүмкін? Мысалы, көтеріліс, мысалы, қазір жаппай наразылық уақыты ұзақ болып кетсе, мысалы, қандай сценарий ұсынасыз? Мысалы, оның жалпы осы халықпен санасуына мәжбүр болатын кез, немесе резиденцияны басып алу, жалпы қандай бір сценарийлер болуы мүмкін? Өте дұрыс айтып отырсыз. Егер халықтың тарапынан ұйымдасқан бір әрекет болмаса, бұл нәрсе белгілі күндерден кейін саябырсиды, басылып қалады. Яғни биліктің де қазіргі есебі сол, Ердоғанның есебі сол. Яғни қазір біз бұны Наурыздың маңайында көтереміз, мейрам болып жатыр. Біз жақтан яғни күрттер шығады, қазір біз қолдап жатырмыз ғой. Күрттер қолдап жатырмыз ғой. Күрттер Наурыз тойлап шығады, сонымен бәрі басылып қалады деген сияқты. Ал қазір мынандай бір шанс болып тұр, яғни күрттер бұл жерде шешуші рөл ойнап кетуі мүмкін. Өйткені күрттер қазір, егер біз осы кезге дейін Түркияның қоғамына толыққанды мүше ретінде қабылданбай келсек, және бұдан кейін сондай шанс болатын болса, біз қазір билікпен әрекет етуіміз керек па? Жоқ, әлде мына демократиялық, либералдық құндылықтар ұстанатын республикалық мынау үлкен қозғалыспен бірге жүруіміз керек па деген не болуы мүмкін. Күрттер бұл жерде өте маңызды. Өйткені олар да қазір көшеде шығып жатыр, наурызын тойлап, бір жағы қарасаң, қолдау арқылы жаңағы Стамбулға да келіп жатыр, Анкарада да шығып жатыр, олар да мысалы өздерінің Диярбакырлар, басқа жерлерде шығып жатыр. Сондықтан да өте тартысты мәселе. Менің ойымша шешім негізі консенсуста деп ойлаймын. Яғни екі тарап бірге жаңағыдай екі жаққа да тиімді бір консенсуспен, мәмілемен шешсе деген бір ой. Бірақ егер толастамай, жастар, түріктің жастары қоймай қойса, жасы айтқанда резиденцияға дейін барса, тіпті қантөгіске дейін де баратын жағдайда, ол жерде енді Ердоған тығырыққа тірелуі мүмкін. Өйткені Ердоған заң бойынша 2028 жылға дейін отырады. Ал қазір ерте сайлау болуы мүмкін. 27 жылға, 26 жылға қарай, бері қарай алып келуі мүмкін. Сөйте отырып, қайта созуы мүмкін оны. Жылын, яғни конституцияға өзгеріс мүмкін қайттан. Оны халық қарсы шығамауы да мүмкін. Өйткені бұлардың қазір ойыннан нәрсе ғой. Волна мынау. Немен ойнау. Халықтың парын шығарып алды қазір. 10 жылда шықпаған парын шығарып алды. Қаңтар сияқты ғой. Парын шығарып алды. Енді ары қарай бұлар не істейді? Енді ары қарай бұлар ақырындап сол басылғанша мәселені қарай басқа нәрсеге бұрып, сайлауға дайындық дей салады. Сөйтіп барлық саяси пікірталастардың бәрін жауып тастайды. Айтады, сілтеме жасайды. Алдағы сайлау келеді 26-27 жылға, 28 жылға. Сол кезде талқылайық дейді. Ал қалған бүкіл саяси пікірталастарын тоқтатып тастайды. Яғни қоғамдық пікірмен манипуляция жасау, бір жағынан қарасаңыз. Өте күрделі ойындар. Түркияның саяси технологиялары өте нәзік және өте тәжірибеден өткен. 2016 жылғы көтеріліс, одан кейінгі оқиғалар, бұлардың барлығы халықтың пікірімен ойнау, социалды инжиниринг, халықтың ойын, түріктің қоғамын өзгерту ғой. Түріктің қоғамы бұрында демократиялық қоғам болса, кәдімгідей мойындайтын демократиялық қоғам болған. Енді соны қазір авторитарлы лидер, патша не айтты, елбасы не айтты, сонымен жүреміз. Өйткені елбасымыз не? Дінді қолдап тұр, ұлтымызды қолдап тұр, ұлтшылдықты қолдап тұр. Неге қолдамасқа оны? Түркияны мықты мемлекет жасап жатыр. Әскеріміз күшейіп жатыр. Тұран боламыз, жаңағыдай таяу шығыста мықты халифат боламыз деген сияқты мысалы ойларды солай айту арқылы, мысалы Ердоған қолдайтын әртүрлі топтарды айттым ғой мен, сіз шықтым ғой. Олардың барлығына белгілі бір нелері бар. Беретін аузына салып береді. Яғни сұрағанын береді, беріп отырады. Яғни тамағын беріп отырады былай шыққан кезде. Осы арқылы жаңағы айттым ғой, басында айттым ғой. Ризашылықты өндіру дедім. Яғни қоғамның ризашылығын алу үшін медиа арқылы, идеология арқылы сұрағанын беріп отырады. Осы арқылы қоғамды басқарады.
Жақсы. Ердоған Түркия билігіне болғанда мына 22 жылға таяпты, яғни біраз уақыт отырған. Ең алғаш 2003-2014 жылы премьер-министр болса, кейін жаңа өзіңіз айтқандай парламенттік басқарудан президент басқаруға өтіп, 2014 жылдан бері қазірге дейін президент болып отыр. Неге қазір Ердоған биліктен кете салмайды? Жай бәрін тастап, болды, мен басқардым деп, неге кете салу қиын ба? Кете салу қиын, өйткені авторитарлы режимдегі лидерлердің, сол типтегі көшбасшылардың бір проблемасы памперстер толық қалады да, сосын кете алмай қалады. Яғни Қылмысы болуы мүмкін. Осы биліктің белгілі оқиғаларға байланысты қылмыстары, коррупция. Бұл туралы көп ашық айтылды. Яғни билікке жақын сол топтар бүкіл тендерлерді, бүкіл мынау мемлекеттік кормушка дейді ғой, бүкіл мынау доступтың бәрін солар алып отыр. Оны халық көріп отыр. Ол Түркияда да қазір қатты ілгерілеп кетті сол мәселе. Сондықтан да ол кете алмайды. Мысалы, Путин неге кете алмайды? Өйткені кетіп қалса, қазір ол қылмыскер атанады. Сол сияқты басқа президенттерді елестетіп көрейікші, кім ойыңызға келеді? Елестетіңіз. Кете алмайды. Өйткені кететін болса, ертең оның жаны шығарады. Мәселені басқа қырынан көтере бастайды. Сондықтан да Ердоған дәл қазір кете алмайды. Ол соңына дейін отырады. Өлгенше отырады, одан кейін өз ұлын Белялды қойып кетуі мүмкін, немесе жаңа кім бар ғой? Сыртқы істер министрі Хакан Фиданды қоюы мүмкін. Иә. Немесе жаңа Ибрахим Калын деген тағы өзінің бір несі бар, кеңесшісі. Қазір қауіпсіздік комитетін басқарады, сол кісіні қойып кетуі мүмкін мысалы. Ол енді кәдімгідей тәжірибеден өткен әккі саясаткерлер бұлар. Сондықтан да бұл өте саясат мәселесі өте өткір. Ататүрік негізін қалаған республикалық халық партиясы зайырлы ұстанымда болғаны көпшілікке белгілі. Ал Ердоғанды мына әділет және даму партиясы діншілдерге арқа сүйейді. Жалпы Ердоған Түркияны діншілдендіріп жіберді, дінге қатты иек артып жіберді деген әңгіме айтылады. Ататүрік негізін қалаған Түркияның зайырлы ұстанымын Ердоған бұзып тастады деп айтуға бола ма? Тарихқа кері оралсақ, бұның бәрі Ататүріктен басталды. Бір әрекет болады, оған қарсы реакция болады. Ататүрік келіп, Түркияның астан кестеңін шығарып өзгертті. Азанды түркше аударды, дінді қысты. Дінді қысқаннан кейін, одан кейінгі келген президенттер, олар да дінді қысты. Әртүрлі әскерилер революциялар болды. Сөйтіп, бұл 30-40 жылдың ішінде белгілі бір реакция алып келді. Қоғамның діншілденуіне алып келді. Сіз дінді қысқан сайын, ол өршеленіп, жабықтанып, діншіл болып кетеді. Сондықтан да дінге тиіспеу керек, қатты қыспау керек. Мен айтатыным ылғи сол. Дінді қыссаңыз, ол өршеленіп, діншілдік дами беретін болады. Қайта реакция пайда болады, пружина сияқты. Сондықтан да бұл жердегі мына Ататүріктің осындай саясатына реакция ретінде осы Ердоғаншылдық, ердоганизм дамыды. Кемализмге қарсы, Ататүркизмге қарсы ердоганизм дамыды, исламизм деп айтуға болады, саяси исламизм. Яғни исламды туық көтеріп отырып, міне Ердоғанға дауыс бермесеңдер ертең қиын болады. Өйткені неге? Ердоған намаз оқиды, Құран оқиды. Ердоған деген ол халифат, ол халифа, ол деген біздің дінімізді аман есен сақтап қалады. Ол мысалы жаңағындай Израильдің президентіне былай деп жауап беріпті деген сияқты сондай бір клишелерді қолдана отырып, дінді өкінішке орай құрал ретінде пайдаланды бұлар, саяси құрал ретінде. Өйткені тіпті мынаға дейін барды, Ердоғанға дауыс бермесеңдер жұмаққа кірмейсіңдер дегенге дейін барды. Барды. Өйткені бұны қатты араластырып жіберді. Бірақ ол дінді белгілі уақыт қана қолданды. Діни жамағаттарды, діни топтарды белгілі уақыт қана қолданды, кейін лақтырды. Альянсын өзгертті. Саясат қой бұл енді. Саясатта бәрін істеуге болады. Мораль жоқ бұл жерде. Және де Ататүрік Ердоған ұлтшылдарға көшті. Ұлтшылдарды қолдай бастады, біз тұрамыз, біз анау деді. Қысқасы бұл өзінің түркше айтқанда табан дейді, өзінің астындағы электоратын кеңейтті. Барынша кеңейтті. Басы сыймайтын топтарды да кеңейтті. Айттым, ұлтшылдардың бірнеше түрі бар дедім. Оның ішінде Ататүрікшілдер бар, оның ішінде жаңағы туранистер бар дедік, діншілдер бар, діндарлар бар. Діншіл мен діндар бөлек. Өйткені Түркиядағы мысалы тариқаттар бар, сопылық тариқаттар бар. Осыларға дейін кірді ғой бұл. Осылардың бәрін қысты. Осылардың бәрін репрессия жүргізді. Яғни өзіне қарай тартып алды. Яғни олда мысалы
дінді қолданды Ердоған. Өйткені Ердоған бірінші кезекте саясаткер. Және исламизм толқын қолдана отырып, осындайға қазір келді. Батыспен қарым-қатынасы нашарлап кетті. Ресейге жақындап кетті. Шығыстың моделіне қарай, Қытайға қарай ақырындап өсіп кетті. Өйткені бұрындары мына Шыңжаңдағы ұйғыр мәселесі бойынша мен осы бойынша 3-4 мақала жазғам кезінде. Қытай түрік қатынасына байланысты. Сонда ей деп дауысын көтерген кезде ана жақтан Қытай жым болады. Ұйғыр мәселесінде, Шыңжаң мәселесінде қазір үндемейді. Бірде бір мұсылман мемлекетке Қытайға ештеңе демейді, өкінішке орай. Енді қараңыз, зайырлық өте маңызды. Өйткені сіздер діншілдерді, нелерді билікке алып келсеңіз, олар өздерінің жүйесін құра бастайды да, өздерінің адамдарын тарта бастайды. Сондықтан да бұл мысал нағыз көрсетіп отыр. Және дінге тиіспеу керек. Дінге тиіссеңіз, ол діншілік болады. Яғни былай ғой, Ататүріктің құрған жүйесі әсіре зайырлық, ультрасекуляризм дейді. Дінді қатты қысу, мына СССР кезінде, Қытайда, басқа да елдерде қатты секуляризм бар. Сіз осыны дамытсаңыз, ол діннің жабық дамуына және діншілдікке алып келеді. Осындай қаупі бар. Сондықтан да оны қатты қыса берсеңіз болмайды. Кішкене еркіндік беру керек, сол кезде ол әркім өзін қалағанша өмір сүру керек, әркім өз дүниетанымымен. Міне себептерінің бірі осы, яғни зайырлықпен байланысы бар, және бір зайырлық мәселесі ұлтшылдықпен де байланысы бар. Ұлтшылдарды да қолдады ғой. Яғни Түркия бір жағынан қарасаң, ұлтшыл мемлекет. Ұлтшыл болған кезде ұлыс мемлекет, nation state, яғни тек қана түріктер, күрдтерді мойындамай келді. Түріктер 15 миллион, 20 миллион халық тұрады, олар мойындамай келді, бәріміз түрікпіз деп ассимиляцияға ұшыратып жіберді Түркия тұратын халықтың бәрін. Яғни ұлтшылдық пен әсіре зайырлық бірге жүреді. Осыда қатты сақ болуымыз керек. Қазақстан ретінде әсіре зайырлық және әсіре ұлтшылдықтан сақ болуымыз керек. Өйткені бұл жаңа біз айтқан дін мәселесімен байланысты. Әсіре ұлтшылдық көтерсеңіз, олар дінге қарсы шабады. Дінге қарсы шапса, мыналар өздері қорғанады. Екеуі қырылады, екеуі арасында конфликт болады, екеуі бір-бірін жек көреді, қазақ бөлінеді, немесе түрік бөлінеді деп айтады. Басқа да кез келген. Жақсы. Қазақ қоғамында жалпы Ердоғанды қолдайтын, құрметтейтін бір белгілі бір топ бар. Жалпы еліміздің кейбір азаматтарының осы Ердоғанның қолдауының астарында не жатыр? Менің ойымша, біз күшті лидерге бір сұраныс бар ма деп ойлаймын кей жағдайда. Өйткені біз енді бір жағынан қарасам, маңайымыздағы елдерден кішкене әлсізбіз. Бір жағы пантүркизмде дамып жатыр. Көп жағдайда ол Түркияның идеологиясы ақпараттық кеңістіктегі ықпалдылығы арқылы да болады. Яғни Түркияның сериалдары арқылы, Түркияның ықпалы арқылы да болуы мүмкін. Екінші жағынан қарасаңыз, қауіпсіздік жағынан әскери контракттар бойынша біз Түркияға кәдімгідей мойынсұнып, Түркиямен бірге жұмыс істеп жатырмыз қазір, ресми органдарымыз ретінде. Сондықтан да Түркия маңызды. Мен жаңа айтып өткендей, енді қанша дегенмен жаңа Тұранды қанша жерден жаңа авторитарлы десек те, бірақ ол бір пайдасы жаңағы қауіпсіздік мәселесі ғой. Біз енді болашақта енді соғыс болып қоятын жағдайда біз кім қорғайды, кіммен бірге бола аламыз деген біздің өзіміздің қорқынышымыз ғой, халық ретінде. Сондықтан да мен ойлаймын, сол үшін жақын Ердоғанның авторитаризмге бет бұрғанын көбісі көз жұмып қарай бастайды. Бірнеше топ бар біздің қазақ қоғамының ішінде. Дінге жақын діншілдер, кейбір саясат түсінбейтін діндарлар болуы мүмкін. Олар сол Ердоғанды мұсылман патша ретінде көреді. Ал енді ұлтшылдарымыз, олар пантүркизм, Тұранның иесі деген сияқты көреді. Сондықтан да біз қатты әсер кетпеуіміз керек. Ердоған енді қазір Түркияны белгілі нүктеге алып келді, бірақ Түркия ары қарай даму керек те негізі. Түркия жаңа бір жасанды интеллект заманында бір авторитарлы мемлекет ретінде емес, демократиясын сақтап қалған мемлекет ретінде болса, жан-жақтан қысым көріп жатқанда демократиямыз аман қалып, сайлау мәселелері дұрыс жолға қойыла ма деген үлкен бір үміт бар. Енді Түркиядағы бұл жағдай өте үлкен тарихи оқиға. Түркияның демократиясының алдағы кезеңде бола ма, болмай ма, тіпті соғанға дейін шешеді бұл мәселе. Өйткені Түркия формалды, біздегідей формалды демократияға айнала ма? Сайлау өте ме? Өтеді. Кандидат бар ма? Бар. Деген сияқты. Емес. Кәдімгідей халық шешетін, халық араласып, қолын сыбана кірісетін сондай бір процесс қой бұл негізі. Әрбір ұлт үшін, әрбір мемлекет үшін, жаңару үшін, мемлекетке, ұлтқа қан жүгіру үшін керек процесс. Яғни біз осы кезде ақтап алуымыз керек сияқты. Яғни біз мынандай бір эрдоганизм сияқты, мынандай бір төбемізге бір авторитарлы, күшті лидерді отырғызып қоятын бір ел болуымыз керек ме? Қырғызстандағыдай мысалы Жапаровты отырғызды. Жоқ, әлде біз
біз шын расында да бір демократиялық бір сондай парламенттің күші бар, сондай бір мемлекетке қарай келе жатырмыз да. Ол да өте маңызды. Осы тұрғыдан келген кезде біз мына қатты авторитаризм кетіп қалмауымыз керек. Тұлғаға табыну дейді. Тұлғаның культі деп жатады. Бұдан аулақ болуымыз керек. Құрметтейтін жерінде құрметтеуіміз керек, мойындайтын жерінде мойындауымыз керек. Бірақ айтатын жерінде, сынайтын жерінде де ашық айтып, сынап, талдап, сараптау керек деп ойлаймын. Енді бір болжам жасайықшы, алдағы уақытта мысалы Экремді соттап тастай ма, жоқ әлде қателестік деп бостандыққа шығаруға мәжбүр бола ма? Мысалы 2028 жылғы өтетін сайлауда Ердоғанның өз сайлауға түсе ме, жоқ әлде сыртқы істер министрін түсіре ма? Жалпы қалай болады? Егер ерте сайлау болған жағдайда Ердоғанның билігін созу бойынша әрекеттер болуы мүмкін деп мен ойлаймын. Қоғамның қысымына байланысты. Қоғам қатты қысатын болса, ол жағдайда осы Экрем Имамоғлыны да босатуы мүмкін. Бірақ дәл қазіргі анализ көрсеткендей, оны ұстайтын сияқты. Өйткені ол біріншіден саяси бәсекелес, оның көзін құрту керек. Немесе бейтараптандыру керек деп ойлаймын. Және де ол енді бірінші символ ғой, саяси символ. Ол құрбанға айналды. Сіз бір саяси тұлғаны құрбанға айналдырып, түрмеге жауып, көзін құртқан сайын, ол үлкен бір легендаға, үлкен бір мифке, аңызға айналады. Сол сияқты Навальный сияқты. Сол сияқты бұл жерде де олар өте сақ деп ойлаймын. Және де Хакам Фидан сияқты тұлғалардың да шанстары зор. Біз Түркияның осы Украина, Европадағы жағдайын, және де мына таяу шығыстағы жағдайын сараптасақ, көбінесе Түркия осы таяу шығысқа қарай жақындап кетті. Қазір Европаға кіру шансы аз. Америкада өзінің арнайы департаменті бар, Түркияны қарайтын. Соны Европа департаментінен таяу шығыс департаментіне ауыстырды жақында, ол бекер емес. Демек, Түркияны Америка таяу шығыстың құрамдас бір бөлік ретінде қарастырады. Солай көреді, сондай рөл дайындап тұр Түркияға. Сондықтан да менің ойымша алдағы кезеңде Түркияның теңгерімді орны, рөлі өте маңызды. Әрі демократияны да ұстайтын, әрі сайлауды да сақтайтын демократиялық осындай мемлекет болып қалу өте маңызды. Біздің осы орталық Азия үшін, жалпы мұсылман әлемі үшін, жалпы Кавказ, немесе Европа, басқа да аймақтар үшін өте маңызды мемлекет болып қала береді. Және алдағы кезеңдегі оқиғалар бұны көрсетеді. Менің өзімнің жалпы түйінім, бұл әкімшілік жүйе өзінің күшіне еніп тұр, және өзінің потенциалын, мүмкіндіктерін соңына дейін пайдаланады деп есептеймін. Және Ердоған жақын арада кететініне сене алмаймын. Өйткені жаңа айтып өткендей әртүрлі заңдылықтар бар, саяси түсіндірмелер бар оның. Сондықтан да алдағы кезеңде көреміз қалай болатынын. Жақсы, Жәке, уақыт тауып студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Құрметті Ордалаев каналының көрермендері, егер сіздерге біздің сұхбатымыз ұнаса, каналға жазылып қоңырау түймесін басуды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ жуырда Алаш және дін деген деректі фильм шықты. Соны осы сілтеме арқылы көруге болады. Аман, сау болыңыздар.